Баршаңызға сәлем, гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода гүлдердің өсуін жақсартатын және күзге қарай берілетін тыңайтқыш болып те есептеледі және гүлдердің өсу қабілетін арттыратын стимулятор дейді ғой, стимулятор роста болып есептелетін, қолдан жасалатын, кәдімгі біз гүлдерді жақсы өсіру үшін түрлі янтарный кислота береміз, стресстен шығару үшін, оның жаңағы тамырының жақсы дамуы үшін біз түрлі стимуляторлар береміз, кәдімгі гүл сататын магазиндерден алып. Ал енді бұл кәдімгі қолдан жасалатын, гүлдердің жақсы тамырлауына да көмектеседі, тамырының жақсы дамуына да көмектеседі, жасыл массаның да жақсы өсуіне көмектеседі. Қалай жасаймыз, не істейміз, қалай береміз, барлығын осы видеода айтатын боламын. Каналға тіркеліп алыңыздар, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Каналда пайдалы көптеген видеолар бар, ашып көрсеңіздер болады. Бұл кереметтей тыңайтқышымыз кәдімгі герань гүлдері, орхидея гүлдері, әйел бақыты, антуриум, қандай гүлдер, гүлдейтін гүлдердің барлығына өте жақсы керемет әсер етеді. Мысалы үшін сіздер гераньді кесіп, қыстың күні күн суытқаннан кейін жаңағы демалысқа жібересіздер ғой, сол демалысқа жіберудің алдында күзге қарай бір рет осы тыңайтқышпенен топырағына құйып тыңайтып қойсаңыз болады, және де көктемге қарай ол сізге керемет жасыл масса ашып, пышный болып дәл осылай гүлдеп беруіне көмектеседі. Себебі біздің қазіргі жасалатын тыңайтқышымыз гүлдердің гүлдеуіне де өте жақсы әсер етеді. Мысалы үшін көп маған көрермендер жазады, әйел бақтым бір рет гүлдеді, содан кейін гүлдемей қалды деп. Неге? Ол керекті жағдайы дұрыс болмай тұр, оның не болмаса ол жаңағы осындай керекті витаминдер жетіспей тұр. Мысалы үшін ерте көктемде дәл осы тыңайтқышты жасап берсеңіз, сіздің гүліңіздің өсу процесі жақсарып, ол жаңағы керекті тыңайтқышты алғаннан кейін жақсы гүлдеп беруіне бұл тыңайтқыш себепші. Ол үшін бізде гүлдің топырағы, тамыры, бәрі горшогы, бәрі жарық қабылдауы, барлығы дұрыс болу керек. Енді олардың бәрі дұрыс нормада орындалмаса, сіз қандай тыңайтқыш берсеңіз де, ол гүліңіз не гүлдемейді, не өсу процесі дұрыс болмайды. Себебі тамырға горшок лайықты болу керек, және жақсы жұмсақ құнарлы топырақта отыру керек. Ал енді бізге былай, мысалы гераньді күзге қарай кесіп, оның отросткаларын біз жаңағы тамырлатуға қоямыз. Мен өткен видеода дәл осы туралы видео салдым. Тамырлап болғаннан кейін көктемге қарай біз оларды кәдімгі жарық жерге шығарамыз ғой. Сол кезде сол отросткаларға, тамырлаған, жаңадан тамырлаған балапан отросткаларға осы тыңайтқышты берсеңіз, оның тамырының дамуы жақсы болып, жаңағы сізге уақытынан ертерек гүлдеп беруге осы жаңа тыңайтқыш себепші болады. Одан кейін тағы да кейбір көрермендер маған жазып жатады. Гераньімнің гүлі ағарып кетті, гераньімнің гүлі сарғайып кетті, жапырақ ашып жатыр, бірақ аппақ болып ашып жатыр дейді. Дәл осы тыңайтқышты сіз де жасап беріңіз, сол кезде гүліңіздің жапырағы жасыл болады және жаңа стрелка ашады. Жаңа стрелка ашқаннан кейін сол стрелкадан көктем айларында сізге жаз айларында жақсы гүл ашып береді. Егер де сіз гүлді жақсы тыңайтып, өзіне керекті витаминді бермесеңіз, ол гүл сізге бір штук, не болмаса 2 штук бутон ашып береді, болды. Одан артық бутон ашпайды. Неге? Себебі оның жасыл массасы аз, не болмаса ода топырақтың құрамы дұрыс емес, не жарық дұрыс қабылдай алмайды. Сол үшін түрлі тыңайтқыштарды беріп, керекті жарық жерге қойып, дұрыс күтімді жасау керек. Ал енді біздің бұл тыңайтқышты жасау үшін және осындай жапырағына шашып та кәдімгі керекті стимулятор осындай жапырағына шашып отырсаңыздар да болады. Мінекей мына жерде қазір жапырағына шашып қойған. Ал біздің бұл тыңайтқышты дайындау үшін кәдімгі қарапайым алоэ. Үйде любой, барлық үйде табылады деп ойлаймын. Табылмаса, негізі алоэлар гүл сататын магазиндерде басқа гүлдерге қарағанда бағасы арзандау тұрады. Өзіңіздің балалардың үйде мысалы жараға жаққанға да, басқа да нәрселерге пайдаланғанға өте жақсы, бірақ бір үйде бір алоэ болған дұрыс.
Алояның пайдасы өте көп, өздеріңіз де білетін шығарсыздар. Негізі косметика жағына да көп пайдаланады және түрлі дәрі-дәрмекке де көп пайдаланады алояның, әсіресе ішіндегі соғы. Ал енді біз жаңағы тыңайтқышты қалай дайындаймыз? Кәдімгі осындай алояның бір жапырағын аласыз, дәл осылай майдалап турайсыз, 1 литрлік ыдысқа салып 1 литр суды құясыз. Ол суға 1 чайный ложка кәдімгі әсел бал, таза бал ма или басқа бал ма, енді барлық балдар жарай береді, қандай болсын да. Негізі егерде бал болмаса, онда 1 чайный ложка ас қасықпен 1 қасық шекер қоссаңыз да болады. Екеуінің біреуін қоссаңыз болады. Негізінде бал қосып жасаған әсері өте жақсы болады, бірақ балды чайный ложка менен шекерді ас қасықпен қоссаңыз болады. Екеуін жақсылап араластырасыз. Жаңағы тураған алояңызды қолмен жақсылап езіп, ішіндегі соғын шығарсаңыз болады. Сіз неғұрлым оның ішіндегі соғын шығарған сайын, сіздің тыңайтқышыңыз қоюлана бастайды, және де кәдімгідей қолыңызға жағып, сол суға қолыңызды батырып, кожаңызға жақсаңызда өте керемет жақсы әсер береді. Қолыңыз жұмсарып, теріңіз бір сондай жұмсақ балғын болып қалады да. Енді бұл әйелдерге айтып атқаным ғой, жаңағы біз сондай жақсы көреміз ғой. Енді крем, мысалы алоядан да түрлі кремдер жасайды. Негізі алояның өзін де дәл солай пайдаланып көрсеңіздер болады. Енді жаңағы дайын болған тыңайтқышымызды жақсылап араластырамыз, мұжамыз. Енді соны прямой гүлдерге құюға болмайды. Алдымен гүлді жақсылап суғарып аласыз. 1 литрлік горшокқа 1 ас қасық сол алояның жаңағы жасаған тыңайтқышымызды айландыра құйып шығасыз. Ал кішкентай горшоктарға аз-аздан құйып шығасыз. Прям соған құюға болмайды. Не болмаса, егерде жоқ, мен олай істей алмаймын, 1 ас қасық деген не ол дейтін болсаңыздар, 1 бокал, 200 граммдық 1 бокал тыңайтқыш аласыз, оған 5 бокал таза су қосасыз. Алояны сүзіп алып тастайсыз. Сөйтіп жақсылап араластырып гүлдеріңізге құясыз. Онда да жаңағы гүлдің топырағын алдыменен суғарып алу керек. Ал енді екінші әдісі бар, дәл осыны жасау. Ол да өте пайдалы, өте жаңағы гүлдердің өсуіне, тамырының жақсы дамуына құрамында керемет микро-макро элементтері бар. Ол да дәл осы алоядан жасалады. Алояны жаңағыдай турап аласыз. жарты литр суға саласыз. Блендер болса тіптен жақсы, сол блендерге құясыз бәрін. Алояның бір жапырағын турайсыз. Жаңағы жарты литр суды құясыз. Оған кәдімгі өзіміздің гүлдерге пайдаланатын янтарный кислота, янтарный кислотадан жарты чайный ложка саласыз. Не болмаса жарты чайный ложкадан аз салсаңыз да болады. Екеуін суды бәрін үшеуін қосып араластырып, сол блендерге жақсылап араластырып аласыз. Бұл жерде де дәл солай. Таза өзін гүлге құюға болмайды, бірақ жаңағыдай 1-ге 5 қылып, не болмаса 1-ге 4 қылып жақсылап араластырып алып, гүлдеріңіздің топырағына құйып шықсаңыздар болады. Әсіресе көктем айларында өте пайдалы тыңайтқыш.